Сәлем достар, сіздермен бірге дайреп сағаттың дауысы шығып тұрмаған шығар деп ойлаймын. Ладно. Бүгінгі видеоның тақырыбы, темасы бұл бірінші оқып алыңыздар, сосын барып қол қойыңыздар. Бұл өте керек видео болады сіздерге, себебі көп адам оқымай қол қойып салады. Тіпті мектепте де қол қоятын жерлер болады. Қол қоятын уақыттар, қағаздар болады. Сол кезде бәрін оқып алу керек. Ал вообще мектеп бітіргесін өскенде вообще көп кездер болады. Сондықтан осы видеоны до конца өткізбей қараңыздар. Жаңағыдай айтқанымдай, бірінші оқып алыңыздар, содан кейін барып қол қойыңыздар. Көп адамдар оқымай қол қояды. Оған бірінші себеп бұл, олар ойлайды, типа басқалар оны ақымақ көреді деп ойлайды. Ал екінші, қасында отырған адамды көп күттіргісі, сөйтіп уақыт созғысы келмейді. Мысалы, көп адам отырса оның қасында, ол, конечно же, бәрін оқып отырмайды и қол қоя салады. Және бұл дұрыс емес. Обязательно бәрін оқу керек. Бір сөзінде тастамай оқу керек. Тіпті 1000 адам отырса да. Ал жаңағыдай көп адам отырса, онда сізге қағазды әкелген адамға айтасыз. Маған достарым или жақындарым айтты, бұл келісімге қол қою үшін ең бірінші оқып алу керек деп. Бұған примерно, егер көп бет болса, мысалы 6 бет или 7 бет болса, онда сіздерге жарты сағат кетеді. Сонда айтасыздар, жарты сағат кетеді, бұны оқу үшін маған қай жерде отыруға болады деп. Себебі сіздер көп адамның қасында барлық 6 бетті оқып отырмайсыздар ғой. Сіздерге обязательно бір жерге шығып келу керек, ананы оқып келу үшін басқа кабинетке. Және жаңағы қағазды әкелген менеджер или басқа адам сіздерді басқа орынға, немесе обычный диванға отырғызады да, сізді күтіп отырған адамдардың көңілін аулай бастайды. Себебі бұл оның жұмысы. Ал сіз карандашпен келісімді оқып отырасыз. Және тез оқып жатқан сияқты бет әлпет жасамаңыздар. Кәдімгідей адам ұқсап дұрыстап оқыңыздар. Сіздер ешқашан 1 минутта 6 беттік договорды оқи алмайсыздар. Ал егер сіздерге онлай уақыт бермей жатса оқуға, вообще уақыт жоқ деп, онда сіздер қол қоймаңыздар. Просто қағазды, келісімді оған қайтадан беріңіздер. Қол қойылмаған келісімді. Осы кезде сіздерге уақытты обязательно береді. Ал бермесе, бермей қойсын. Кей кезде қол қоятын қағазды курьермен жібереді. Мысалы, үлкен қалаларда, вақыт қысатын жерде курьермен жібереді. Және ол кезде, конечно, сіздер тез қол қойғыларыңыз келеді. Себебі курьерді күткізіп қоймау керек. Осындай жағдайда курьерді үйге кіргізіңіздер. Курьерде по-любасу телефон болады. Телефонда ойындар, социальный сеттер болады. Курьердің іші пыспайды, короче. И сіздер спокойно қағазды оқып, келісімді оқып, қол қоясыздар да жібересіздер. Ал егер курьерге срочно кету керек болса, онда сіз оны жібере бересіздер и басқа курьер жалдайсыздар. Ал курьерді любой жерде табуға болады, ол 600, 700 или 1000 теңге тұрады.